Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біздердің бір тапсырмамыз мектеп салу болған. SketchUp бағдарламасында. Мынау сол тапсырманы орындағаным. Яғни мектеп салдым. Өзімнің мектебімде. Көрінісі мынандай 3 этажды. Мына жерде адаммен салыстыратын болсақ, адамның бойы бірінші этажға келіп тұр. Бірінші этаждың қасында ол терезенің жартысына келіп тұр. Кіреберіс мынандай шифрланған. Барлық жағы шифрланған. Арт жағы мынау қасымызда поле. Закрытый поле есебінде. Закрытый да емес, бірақ та айналасында забор бар. Забор болуының себебі доп терезеге тиіп кетпеу үшін салынған болатын. Полені салдым. Футбольный поле. Жабық түрінде осылай. Адам артындағы расчеттау үшін осы адамды қалдырдым. Терезелерді байқап отырсаңыздар, терезе пластиковый, яғни ақ қапталында, рамасы ақ, іші көк. Майда жұмыс бұл өте. Әрқайсысын жеке-жеке істеп отыру керек. Жоғарғы шифрланған, шифры соңғы модельде, яғни бордовый түсте. Шынымен де мектепте осындай шифры. Кіреберісінде мынандай прихожка дейма, не дейді, сондай бар. Бәрі айналы, яғни терезе бәр жер. Қапталда терезе, оның да рамасы бар. Ақ рама байқап отқан болсаңыздар. Кірген жерінде текшесі бар. Баспалдақ, яғни баспалдағы қоңыр түске боялған. Мына жерінде де шифр бар, яғни бір жақты шифр, бір жақ қарап ағатын. Осындай полесі міне. Мына байқап отқан болсаңыздар, мынау асфальт. Асфальт. Ал мына жағы шөп, мына поленің іші, көк шөп. Бұл жерде де мына аққа боялған мына нелері. Ауытқып өтіп кетпеу үшін сызықтардың бәрі ақ түспен боялған. Және мына қақпасы бар. Ворота. Яғни воротаны салу оңай емес. Міне 4 бұрыш емес, яғни ол трапеция түрінде болады. Бұны ар жағы былай қисайыңқырап тұру керек. Сондай бір майда жұмыс, бірақ та істеген кезде уақыт алады ондай майда жұмыстар. Мына жағында да дәл сондай қақпасы бар. Кіретін есігі мына жерде. Мына жерде есігі бар. Негізінде осы жерде, мектебінде де есігі осы жерде. Есік, дайын есік мына жерден таба алмадым. SketchUp'тан осылай салып қойдым. Осындай. Назарларыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.